Так, саламатсыздарбы окуучулар. Әрмен қарай кванттық физиканың 7-ші сабағын жалғастырайық. 7-ші сабаққа қарай келіппіз уже. Мындай есептер қалай шығады енді 45-те қарайық. Е мен ньюдің арасында мен алдыңғы сабақтардың бәрін көрген адам сразу түсінеді бұл жерде қалай шығару керектігіне. Мына тұрған нүктеміз бұл бізде қызыл шекара деп аталады да. Нью 0. Осыған сәйкес келетін мына бізде жұмыс болып саналады. Яқта егер берілетін болса мән. Енді нью 0 арқылы біз нені таба саламыз? Нью 0 арқылы біз лямбда 0 таба саламыз да. Сонда лямбда 0 тең болады, ол бізде неге? Так, я. С бөлінген нью 0-ға бола салады ғой. Сонда С дегеніміз 3 10-ның 8 дәрежесі, нью 0 дегеніміз 4 10-ның 14 дәрежесі дейтін әрде. 3-ті 4-ке бөлетін болсақ 0,75, яқта 10-ның минус 6 дәрежесі, немесе бұл бізде 750 нанометр бола салады екен. 45 Б нұсқасы болды. Түсінікті деп ойлаймын. Әрмен қарай кеттік, келесі есепке қарай 46. Аталған параметрлердің қайсысы фотоэффект кезіндегі фотоэлектрондардың жылдамдығын анықтайды дейді. Так, енді бұл жерде мұқият болу керек. Так, біріншіден біз айттық өткендегі сабақта, кинетикалық энергия неге тәуелдедік? Жарықтың жиілігіне және жұмысқа тәуелдедік қой. Сондықтан 2 мен 3 болады бұл жерде бізде С нұсқасы бола салады екен. 46-да. Так, келесі есеп болып кетіпті. Көрейік 62 дейді. Так, қандай есеп берілген? Металлды толқын ұзындығы дейді. Жазайық, толқын ұзындығы 400 нанометр монохромат сәулемен жарықтандырғанда фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 8-де 2 10-ның 5 дәрежесі метр секунд болды дейді. Макс. Осы металлды толқын ұзындығы 600 нанометр мен жарықтандырғанда жылдамдық дейді азайған уже 5-те 5 10-ның 5 дәрежесі метр секундқа тең болды дейді. Планк тұрақтысын табыңыздар дейді. Ойбай, қандай сұрақ, Осындай есептерде бізде келуі мүмкін, сондықтан бүкіл жағдайға мұқият болу керек деген сөз ғой бұл. Жақсы, металлды толқын ұзындығы 400 нанометр монохромат сәулемен жарықтандырғанда фотоэлектрондар максимал жылдамдығы мынанша. Так, толқын ұзындығы мынанша кезде мынанша болды дейді. Жақсы, в принципе, бәрі түсінікті сияқты. Так, кеттік, онда бұл есепті қалай шығарамыз? Байлан шығарып көрейік. Бірінші жағдай үшін жазайық. Бірінші жағдай үшін ол бізде не болады? С бөлінген лямбда, тең кинетикалық энергияны жазып алайық. Бірінші М. Так, бізде монохромат сәуле. Так, жақсы, осымен кете берсін. Так, МВ квадрат бөлінген 2 дейік. Яқта 1 деп қойық, түсінікті ол үшін 1 деп қойық, мына бәріне. 1, 2, 2 болсын. И плюс жұмыс. Екінші С дейді лямбда. Так, 2 тең МВ2-ның квадраты бөлінген 2 плюс А. Осында екі жағдайда бір нәрсені еске түсіру керекті. Жұмыс всегда өзгермейді ғой бізде, өйткені бұл бір металда, сол металдың бетіндегі жұмыс тең болады. Екенін бірін азайтып тастайтын болсақ, қазір демек бізде қысқарады деген сөз. Есейміз сол үшін азайтып тастайық, бірден 2-ні азайтып тастайық, мынау қысқарады. И бізде не шығады дальше? H-сын шығарып тастасақ, так, 1 бөлінген лямбда 1 минус 1 бөлінген лямбда 2, ал мына жерде М бөлінген 2-ні шығарып тастайтын болсақ, В1-дің квадратынан не істейміз біз? В2-ның квадратына азайтып тастаймыз. Дұрыс мен. Осындай шығады екен. И осы жерден келеміз де біз H-ты табамыз ғой. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай мынаның бәрін қорыту керек енді. Так, H-сы мына не болады? Лямбда 1. Так, кәс. Кішкене жазулар кетіп қалып жатыр. Лямбда 1, лямбда 2, ал мына жақта наоборот лямбда 2 минус лямбда 1 бола ма? Енді бұл жерде электронды аламыз ғой. Өйткені электрондар ұшып шығады ғой бізде, сондықтан электрон массасы қолданады деген сөз. Так и оставим, что было легче, да? М2 В1-дің квадраты минус В2-ның квадраты дей ма? Окей. Енді осы жерден керек та нені таба салайық? Лямбдадан H таба салайық формуладан. Вроде шығатын сияқты осымен. Так, барлығын дұрыс қойдық. Яғни есептің берілгендегі мәліметтердің бәрін қойдық деген сөз есептің формуласына. Демек есеп дұрыс шығады деген сөзді. Бұл жерде енді массаға қатысты келетін болсақ, бұл электрондардың шығуы болғандықтан біз масса ретінде электронның массасын аламыз. H неге тең болады сонда?
Так, m үстінде v1-дің квадраты минус v2-ның квадраты. Астында 2 и c бар. И h2 минус h1. И мына жерде көбейтілген h1, h2. Көрдіңіз ме? Осындай форма қорытып шығардық. Орындарына қойып тексеріп көрейік. Осымен сәйкес келетін болса, демек дұрыс деген сөз. 9-да 1, 10-ның минус 31 дәрежесі. Так, енді жылдамдықтар кішкене қиын болайын деп тұр. Калькулятор керек. Так, 8-де 2 көбейтілген 8-де 2. Так, 8-де 2 көбейтілген 8-де 2. Так, аяқта 67-де 24. 10-ның 10 дәрежесі болады. Минус. Так, 5-те 5 көбейтілген 5-те 5. 30-да 25. 30-да 25. 10-ның 10 дәрежесі болады екен. И көбейтілген, так, 400, 10-ның минус 9 дәрежесі бар нәрде. Нәрде 600, 10-ның минус 9 дәрежесі бар да. И астында бөлімінде 2 көбейтілген 3, 10-ның 8 дәрежесі бар. И на 2-ін бірін азайтсақ 200 қалады. И 10-ның минус 9 дәрежесі бар ма? Осында есеп болып тұр. Минус 9 бен минус 9-ды қысқартсақ біреуін. Мына жақта расчет жасау керек болып тұр, тек қана. 67-де 24, минус 30-да 25, оны көбейтеміз 9-да 1-ге, так, көбейтеміз 400-ге, көбейтеміз 600-ге, так, потом бөлеміз 2-ге, бөлеміз 3-ге, бөлеміз 200-ге. Так, бүкіл мәнде дұрыс қойдық қой да. Так, 9-да 1 көбейтілген, так, 67-де 24, минус 30-да 25. Я, дұрыс барлығы. Так, көбейттік оны 9-да 1-ге. Потом көбейттік оны. Мына жерде қысқартсақ та сразу. Мынау 2 болады да. Мына жақта 2 мен 2-де қысқартып бере салады. 3-ті қысқартсақ, мына жақта 200 бола салсын. Дұрыс қой да бәрі. Көбейттік 200-ге. Так, менде не шығып тұр? 6-да 7, 321 шығып тұр менде. Дәрежесіне керек, дәрежесі қандай болады? Так, минус 31 плюс 10 минус 9 и минус 8 бола ма? Аха. Так, бұдан неше шығады? Так, минус 21 минус 30 минус 38 1, 2, 3, 4, сонда 6-да 73 менде 10-ның минус 34 дәрежесі шығып тұр, көрдіңіздер ма? Міне. 34 дәрежесі шығып тұр. Минус 34 дәрежесі, бірақ неге плюс шығарып болған жерде? Қате. Мына бәрінде минус болды. Д нұсқасына сәйкес келіп тұр. Жуықтап примерно. Түсінікті ғой да? Енді есеп солай көрсетіп тұр. Нәрде біз есептеген бойынша 9-да 11 деп алсақ. Так, мына бір дәрежесін тексерсек. 8-де 2-ні 8-де 2-ні көбейткен кезде дұрыс екен. 30-да 25-тен азайттық. Сөйтті оны 9-да просто 9-ға көбейте салсақшы. Аха, 200-ге көбейтсек, я, шығып тұр екен ғой. 9 деп алып тұрды, енді жуықтап. Сонда 663 шығады екен. Оны минус 34 дәрежесі. Естеріңізде болсын, всегда минус 34 дәрежемен жүреді. Д нұсқасы сәйкес келіп отыр. Осылай шара саламыз. Енді тура осы есепке қарап біз астындағысını дәлелдесек болады да. Астындағысını да осы фотофик пункт тұрақсыны дәлелдер деген берілген бір қарап шығайық. Фотофик кезінде беттен жиілігі дейді. Так, нью 1 берілген, 10-ның 15 дәрежесі герц. Кванттар жуып шығаратын электрондар дейді. Электрондар туралы айтып отыр. U1 бар 14 вольт. Егер кванттар жиілігі бізде 8, 10-ның 15 дәрежесі болатын болса, U2-міз бізде сәйкесінше көбейеді. 30. Осы мәліметтер бойынша плактурансын анықтаңдар дейді. Жақсы. Қалай анықтаймыз? Көрді енді немен берілгендіктен сәл оңайырақ болады. нью 1. Так. Так, кинетикалық энергия мұнда жоқ. Понятно здесь. Кернеумен беріліп тұр екен ғой. Жақсы. Сондықтан, так, бұл есепте бізде жылдамдық берген, бұл есепте жылдамдық жоқ. Сондықтан біз бұл жерде не істесек болады? Так, мына екеуін теңестірсек болады екен, я. Е U1 дейік. И мына жерде H нью 2 Е U2 ма? Я, дұрыс барлығы.
яғни бұл жерде h ню 1 тек жұмысқа тең болып тұр. Жұмысқа тең болып тұр, иә, себебі бұл жерде жылдамдық туралы айтылмаған, сондықтан кинетикалық энергияны қарастырмай тұрмыз. Осында екі нәрсені қарастырайық. Енді так, наоборот дұрыс болатын шығар. Мына екіншіден біріншісін азайтқанымыз дұрыс болады. Былайынан ше. Сонда бізде не шығады? H тең болады ню 2 минус ню 1. Так, ені шыға жесек, U2 минус U1 бола салады. Сонда H дегеніміз тең болады екен E U2 минус U1 бөлінген ню 2 минус ню 1. Орындарына қойсақ 1-де 6, 10-ның минус 19 дәрежесі, 30-да 14 айтсақ 16, астында так 7, 10-ның 15 дәрежесі болады екен. Ал көрейік осы сәйкес келе ма, келмей ма? Так, 1-де 6-ны көбейтеміз 16-ға, бөлеміз 7-ге. Так, планк тұрақтысын анықтаңдар дейді. Сәйкес келмей қалған сияқты мынау. Так, 7 болып кетті ғой мынарда, иә. Или, иә, олайда болады екен, иә. Олайда болады екен. Так, жұмысты бұлайынан кинетикалық энергияға теңестірсек мынаны. Жұмысты алсақ, жұмыс бәрібір солай болады ғой. Так, мына жерде 3-те 65 шығып тұр, и 10-ның минус 34 дәрежесі шығып тұр. Дәрежесі ғана сәйкес, бірақ мән сәйкес болмай тұр, жода планк тұрақтысына. Қай жерден қате кеткендігін қарау керек. Міндетті түрде комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар, қай жерде қате деген сияқты. Бұл жерден біз мына форма бойынша алып тұрық қой, h ню. Так, жұмыс плюс E кинетикалық. Енді E кинетикалықта EU мен алуға болады, жұмыс бұл жерде бізде жаңағыдай бір металл болғандықтан тең болады деп айтты ғой, жаңағыдай азайтып тастағанның өзінде бәрібір қысқарып кете салады. Сондықтан түбінде бәрібір осы форма шығады бізде, бірақ осы форманың өзімен нақты дұрыс шығып тұрған жоқ, 3-те 65 шығып тұр. Жақсы қарау керек нәрсе тағы бір. Так, кеттік әрмен қарай келесі нәрсеге қарап өтейік. 64 дейді. Сыртқы фотоэффект дегеніміз не дейді? Так, сыртқы фотоэффект дегеніміз бұл бізде жарықтың әсерінен электрондардың қатты металл бетінен ұшып шығу құбылысы. Сыртқы фотоэффект құбылысына қандай заңдылық тән емес дейді? Так, 65-ші сұрақ, жақсап қарап шығайық. Фотоэффект құбылысына қандай заңдылық тән емес? Бұл бізде д нұсқасы. Берілген материалдан электрондар кез келген жиілікті жарық сәулесімен ышытып шығарылады дейді. Берілген материалдан электрондар кез келген жиіліктегі жарық сәулесімен ышытып шығарылады. Дәл осы бүгінгі нұсқа талдауды аяқтаймыз.